Саумағыз, мен Фарида Исмағилова боламын, оңған келіндің әсәхі. Баяғы башқұрт мелі ризығының бір түрі, ұшы қызыл ірімсік, түрлі формалар кешілер ішлейлер. Мен өзімсә ішлейім, шуны қытқаса айтып кеттім білә. Ақ ірімсікті яғында бір өскела, мен көбірек ішлері тұрсам, шуға біріңғай қайнатқанда дұр қадан табаға қауытына, қаданға халамда, онда бір где-то 6 кило шәкер халам. Шуны бик олақ қайнатыға тұрықсам, где-то 6 сағат, 7 сағатқа кетті. Бұл іш процесі бик олақ кетті. Шунда қайнатқас, артағаны көтәрілгенді ірімсік хауын күліп алып қойып тұрамын. Тәмілігіне бұқына анда себештәріне біз тауықтарға кете, үйде құстарға. Шунан күлгендан соң яйып халамын, зор бір халма тақтағына, сонда бір суткі өзі кивәлі, кептірім, еті ол нақыланы кетіп 45-35 градусқа отыртам халма тақтағын. Шунан онда еңілері қолабайғы әлі де елған, ірімсік көңілді елған. Шунан ғына где-то через сутки мен сарывкаша өткәрімді, обязательно 2 тапқыр өткәріге тұрсам, анда уаққа келем, обязательно еріздірген өзімдің самағына қарап, харымайды қушағында, шуға батағында, шунан ғына уже специялар, башқасы айтканда специялар қушағын, анда чернослив қушағыңна, курагар қушағыңна, бұлай менің бақсанда өте қызыл мойыл, қара мойыл, шуларды қушып ішлеймін. Сарапта бек тәмілі башқұрт мелі ризыға келіп сыға, бұл традиция ашқылды біз юғалтмайлық, өзім үйретемін өзімдің қызыма, бір бүртік қызыма, әм келініме. Esken seyir üktəşlər təmini bulun, rəhmət, iftibariğizға.